Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен бастай берейін, эфирге жинала берер, потому что бүгін Саяханым шыға алмай, Саяханың орнына шығып жатырмын. Барлықтарыңызды эфирде көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Есімім Замира, Атырау қаласынан боламын. Үйде отырған 3 баланың предприниматель мамасымын. Үйде отырған дегенде үйде отырып ақ табыс тауып отырмын онлайн арқылы. Ешқайға шықпай, көше араламай, ешкімге жалынбай, Аллаға шүкір жеке брендімді қалыптастырып қойып, үйімнен шықпай ақ табыс тауып отқан жайым. Бүгінгі таңдаған тақырыбым сату техникасы. Енді ондай дайындалдым демей ақ қояйын, себебі Кавказ таңдаған тақырып. Сол себептен сату техникасы туралы айтатын боламыз бүгінгі эфирде. Жалпы сату техникасы дегенде қазір дейтін көп адамдар сатумен айналысып кетті. Өздеріңіз көріп жатсыздар, интернет желісі біздерге доступный. Қазір біз интернет арқылы расы керек онлайн үйімізден шықпай ақ табыстауға мүмкіндік алып отқан адамдармыз да. Сондай бір керемет бір уақытта өмір сүріп жатырмыз да. Негізі бұрын соңды ондай болған жоқ қой, өздеріңіз білесіздер. Былай қарағанда үйінен шықпай ақ любой продажа жасауға болады. Платформалар өте көп, Каспи бар, тағы басқа. Енді біздерде болмайды дейді. В принципе, вообще айтқанда адамның барлығы сатумен қазір өмірлерін өзгертіп, күшті результаттарға жетіп жатыр. Сол себептен сата білу керек та, сата білуіміз керек. Потому что көп адамдар жасап жатыр, түсініп тұрсыздар ма? Адам жасағанда адам жасайды. Значит, сізде де қолыңыздан келеді. Бір адамдар мен сату білмеймін деп айтады да. Сатуды жалпы негізі үйренудің қажеті жоқ. Адамда желание болу керек қой. Желание. То, что сенің бана өміріңді өзгерткің келетіні. Мысалға көп адамдарға мен жалпы всегда айтамын да, мысалы мен всегда жазам. Бұрын соңды біреулер айтқанда жазып жүріңіздер, жазу техникасы жұмыс жасайды деп айтады. Техника дегенде мен сенбейтін едім. На самом деле жазу техникасы күшті мықты жұмыс жасайды. Егер сіз осы бизнесті таңдап келген болсаңыз, қандай сезіммен, ең бірінші қандай эмоция болды, ең бірінші қандай сіздерде шешім болды, соны жазыңыздар. Прям жазыңыздар. Қағаз алыңыздар да, бір блокнот ашыңыз, блокнот жоқ болса обычный тетрадьқа жазыңыздар да. Ең бірінші сіз қазір қандай сезімдесіз, ең бірінші. Новичоктарға да айтатын нәрсе, бұрыннан келе жатқандарға да айтам, жазыңыздар. Қандай арман мақсаттарыңыз болды? Осы жерге келген кезде кәдімгідей прям сіздер не ойладыңыздар, саяхаттайын деп ойладыңыздар ма, тағы не сат ойладыңыздар, барлығын жазыңыздар. Мысалға болмай жатады, возражение, отказ болып жатқан кезде сол жазғаныңызды есіңізге түсіріңіз. Главный адал ниетпен жасау керек. Адамдарды дұрыс жолға түсіріп, соларға дұрыс сатуды үйретіп, соларға ақша табуды үйретіп, соларға саяхатты көрсетіп, дұрыс жолда болуларыңыз керек. Главный, ақшаның артынан еріп кетпей дегенім ғой, точнее. Ниет дұрыс болу керек та. Бұл жерде сіздердің ең керемет нәрселеріңіз адамдарға үйретесіздер. Арттарыңыздан неткен адамдарыңызға үйрете отырып, оларды табысқа шығарасыздар. Керемет деп ойлаймын енді ол дейтін. Сол себептен біреулер сатып жатыр, мен сата алмаймын, мен анаумын, мен мынаумын деп уақыт өткізбеңіздер. Өмірлеріңіз өтіп бара жатыр просто. Тұрсыздар ма? Өмір өтіп кетеді, болды. Жетістікке жете алмай қаласыз. Егер де сіз мен сата алмаймын, мен сату техникасын білмеймін, мен инстаграмды жүргізіп білмеймін, мен сторис сала алмаймын, мен статус сала алмаймын, мен адамдарға айта алмаймын дейтін нәрсе, ол еріншектің сөзі. Просто еріншекке сылтау табылады, түсініп тұрсыздар ма? Ренжімеңіздер, біреулеріңіз мүмкін жасап білмейтін боларсыздар, сөйтіп айтып отқан боларсыздар, өзіңізге алып қалмаңыздар. Бірақ шындық нәрсе айтып жатырмын. Мысалға мен өзім лично кезінде ақшам жоқ кезде прям заправкадан бір косякпен жұмыстан шығып кеттім. Шығарып жүрген жоқ, точнее жұмыстан шығып кеттім. Сол кезде менің кредиттерім болды да, мысалға. Ол кезде 2017-лерде адамдар торт пісіріп бастап жатты, андай крем-чиз деген нәрселер Қазақстанға келіп жатты. Сол кезде мен курс сатып алатын ақшам жоқ. Сол кезде мен интернеттен қарап, бұл кезде интернетті көбі дұрыс пайдаланбайтын болды ғой. Сол кезде интернет, сол жерден крем-чиздің рецепттарын ол кезде сатып жүрді адамдар. Мен сол кезде сол рецептін тауып бірдеңе етіп жасап торт пісіріп сатқанмын. Значит, адам жасай алады. Тұрсыздар ма? Мен өмірі пісіріп көрмеген, өмірі жасап көрмеген нәрселерімді жасап, сол кезде ақша керек болғасын, андай ситуация болды да, керек болды, сол кезде мен жасадым. Түсініңіздер ғой? Значит, сіздің де қолдарыңыздан келеді бір нәрсе жасау. Значит, сіздің қазір айтып жатқандарыңыз болмай жатыр. Егер адамдарды артыңыздан ерте алмайтын болсаңыздар, сатыңыздар. Сату техникасы деген оның секреттері жоқ. Ешқандай жұрттар сатып жатыр ғой сату техникасы деп, мысалға мен өзімде сатып жатырмын, мысалға айтам ондайларды адамдарға да. Сол себептен оның ешқандай секреті жоқ, просто оңайлатып айтамыз. Оңайлатуыңыз керек. Адамдар қазір адамдарға легче сондай нәрсені сатып алу негізі на самом деле. Былай қарап отырсаң, ешқандай қиындығы жоқ. Просто ты должна хотеть. Өзің қалауың керек та.
прям қалауым керек, өмір өзгерткім келеді, маған жақсы өмір керек. Ең бірінші мен адамдарға айтқым келетіні, өзіңізге деп санаңыз. Ең бірінші өзіңізге деп қалаңыз. Потому что Алла тағала бізді жаратқанда бізді өзімізді жаратты, аманат етіп жаратты, бізге денсаулықты берді. Ал көп әйел адамдар, именно қазақтың әйелдері өзін ұмытып кетіп жатады да, бала шағам, байым, тағы бірдеңем, анауым мынауым, үйім, тағы бірдеңем, тауығым, қорасындағы қойын, малын ойлап кетеді да. Менің малым жемсіз қалып жатыр, бетіңе навый жалшы десең, мен жем алуым керек, мен анан алуым керек деп қорасындағы малын ойлап кетеді. Ренжімеңіздер, енді мал керек қой, керек емес. Бірақ ең бірінші очередь сіз өзіңізді ойлайтын болсаңыз, сіздің жолыңыз ашыла бастайды. Женская энергетика дейді ғой. Сіз когда өзіңіз жан жақтағы дүниелерге өзіңіздің бүкіл энергияңызды тратите, бірақ ішкі әйел адам керек қалап тұратын нәрсесін егер шығармайтын болсаңыз, сіз ішкі энергетикаңызды өлтіріп тастайсыз. Жаман коуч құсап, жаман мықты бір Низат құсап, жаман жынды әңгімелер айтып отырмын да негізі. Короче айтқанда, жалпы айтамын, ішкі әйелдеріңізді өлтірмеңіздер, ішкі энергияны өлтірмеңіздер. Түсініп тұрсыздар ма? Мен деп айтуларыңыз керек, маған керек деуіңіз керек. Мен айтып жатқан жоқпын, байыңды, қораңдағы малыңды ұмыт, немесе бала шағаңды ұмыт. Но сізді Алла тағала ең бірінші байсыз, баласыз, қорасыз сізді жаратты. Сізге денсаулық құйды, сізге осындай түр берді, сізге осындай фигура берді, сізге ми, сана салды да мысалға. И сізге айтты, соны пайдалан деді. Просто өміріңді өзгерт, пайдалан, мен сенің жолыңды ашып отырам дейді. Аламыз да, біздер не істейміз банағы сияқты ғой. Миымыздың барлығын банағы бала-шаға, бай, банағы өтіп кеткен, баяғы шіріп кеткен керек емес әңгімелерді банағы миымызды толтырамыз. Бір керек емес психологический стресстарға батамыз. Прям депрессияға. Менде де болады ондай ситуация. Мен идеальный емес, мен адам болып жаратылғасын, менде де болады. Түсініп тұрсыздар ма? Менде де ондай түрлі банағы миымда бар енді ондай нәрселер. Түсініп тұрсыздар ма? И это нормально признавать то, что есть у нас. Но ең бірінші сіз когда өзіме керек, өз өмірімді өзгертуім керек, маған саяхат керек. Кеше мысалға Самарқандта жүр қыздар да, енді ақша төлеп, бірақ 80 000 теңгеге Самарқандқа қаншама әйелдермен, қаншама қыздармен демалып жатыр. Мен өзім сондай саяхаттарда болдым. Расы керек компанияның тегін саяхаттарында да болдым. Расы керек ол бөлек нәрсе да. Біз сияқты әйелдерге, уже 30-дан асқан әйелдерге ол керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Енді жастарды айтпай ақ қояйын. Біз сияқты әйелдерге уже 30-дан асқаннан кейін бұндай ортаны сіз тек тойда көресіз, біреудің баласының тыштырмасында көресіз, сөйтіп жүріп билеу, ито билеуге ұяласың, ито андай киінуге ұяласың, андай киімдер киюге ұяласың да мысалға. Бұл жерде сен орта табасың, жақсы орта. Да? Главное, адалынан жасау, жан-жағында адамдарыңа көмектесе отырып да. И сондай күшті ортаға келесің, өзгересің да просто. Сол себептен каждый әйел адамға айтқым келетіні, ең бірінші маған керек нәрсені жазыңыз. Маған, міне өзіңізге. Маған керек, маған саяхат керек, маған ақша керек. Мен салонға барғым келеді да, мысалы салонға бармайым деген әйел адамның ішінде жатады ол. По-любому барғысы келеді. Мысалға деймін да, сен даже барғың келмей, уже эмоцияңның бәрін жауып тастағансың ғой. Бана айтып отырмын ғой, бала-шаға, бай, қорадағы мал, ене, қайнапа, ана қайнапаңның өтіп кеткен баяғы 3 жыл бұрын айтқан сөзі мына миыңда жүреді, ішінде жүреді, жүрегіңде жүреді. Одан қалса байыңның бір саған бүйтіп коса қарағаны барлығы ішінде жүреді да, сен оны айтпағасын, сенің женский энергетикаң жабылып қалады да. Ең бірінші сен өзіңді ойлауың керек та. Оның мусордың бәрін жинамаудың қажеті жоқ та, алып таста да, маған керек. Жазыңыз соны. Маған саяхат керек. Маған машина керек. Маған ақша керек, маған премия керек. И банағы возражение, отказ болып жатады, сата алмай атқан кездерде сол қағазыңа қарайсың да, мен кезінде осылай бастадым екен ғой, давай кеттім деп кері қызу алып жасауға ол күшті мотивация болады. Сату техникасында енді ондай кері, мен өзім сату маманымын негізі. Сөздің шындығы керек, 16 жасымнан бастап мен сатумен айналастым. Точнее, 16 жасымнан бастап банағы официант болып жасап бастадым. Ең бірінші жұмысым өзімнің әпкемде 3 ай жасадым. Одан кейін мен сотовый сататын жерге бардым. Сотовый саттым, мен лучший продавец болдым, лучший кассир болдым. Енді өзімнің мамандығыммен жасаған жоқпын, бірақ мен сатудың айналасында болдым. Мен спокойно адамдарға сата білдім, біреудің заттарын. Түсініп тұрсыздар ма? Мен спокойно машинаның құятын моторный майларын, фильтрларын жатқа білетін едім. Ол маған керек па, в принципе? Мен моторный масланы ауыстырып жатқан ештеңем жоқ, мен фильтр ауыстырып жатқан жоқпын. Мен бензиннің түрін білетін едім. Қандай ішіне не бар, қандай премис қосылады, не істейді, дизельдің іші қандай болады. Маған в принципе ол керек емес нәрсе да. Бірақ мен жұмыс жасадым, біреудің саудасын өткіздім. Сөйтіп адамдарға жаңағы
күшті сервис көрсете отыра мен всегда күшті продажалар жасап, всегда бір бет грамота алып отыратын едім. Молодец, сату банағы лучший кассир деген сияқты бана сатудан күшті деп сөйтетін еді всегда. И менімен банағы немен еді, қалай айтылатын еді, банағы именно продуктовый жақтағы банағы үстін қарайтын адамдар всегда менімен күшті отношениеда еді, потому что мен олардың продукцияларын күшті сататын едім, түсініп тұрсыздар ма? Мен оны үйренген жоқпын ешқай жерден, маған просто керек болды, айлық керек болды, түсініп тұрсыздар ма? Мен өзіме уверенмін, мен өзімді жақсы көремін, и мен өзім оқыдым просто, түсініп тұрсыздар ма? Алланың ең алғаш аяты оқы дейді ғой сіздерге. Оқыңыздар, қараңыздар. Ең бірінші сен продукцияны жақсы көруің керек. Қандай продукция келіп жатсын? Мен мысалға бизнесті былай қоя тұрамын да, мен ең бірінші тұтынушымын. Ассоциация мен өзім түсінетін нәрсе, мен ең бірінші тұтынушымын. Түсінікті ма? Сату үшін мен сатуға ұяламын дейді ғой. Зачем ұялып? Значит, өмірің ұялумен өтіп кетеді, түсініп тұрсыздар ма? Ең бірінші нәрсе, ұмытпаңыздар, өмірлеріңіз өтіп жатыр күнделікті. 30-тан асқаннан кейін уақыт дейтін тік зымырап кетеді. Сіз түсінбей қаласыз қалай өтіп кеткен. Сол кезде ұялып отыра бересің де бір қартайып қаласың, саяхатқа да бармайсың, немесе тағы бірдеңе. Сол себептен ұялу деген нәрсені соңғы планға қою керек та. Ұялады адам қай кезде, түсініп тұрсыздар ма? Когда сен өзіңнің арман мақсаттарыңды орындамайсың. Бұрын кезінде қалай біреу көлік айдағым келеді дейді да, көлік алғым келеді, мен үй алғым келеді дейді, бірақ ата енесінің үйінде тұрып жатады мысалға. Алғым келеді дейді, бірақ әрекет жоқ. Түсінікті ма? Баламды сондай күшті курстарға бергім келеді дейді, бірақ бере алмайды, ақша жоқ дейді. Но на самом деле әрекет аз. Басқа адамдар жасап жатыр, сол курсқа беріп жатыр балдарын. Сенің баламен оның баласының айырмашылығы жоқ в принципе. Сенің балаңда оның баласы сияқты жаратылыс, екеуі бірдей. Просто оның ата-анасы әрекеті көп та. Біреулер қазір айтамыз, біздерде бая совет кезіндегі біздің настройкаларымыз бар ғой, баяғы бір совет кезіндегі шіріп кеткен, сол қалып қойған ғой миымызда. Біздерде әлі бар, негізі менде де бар ол настройкалар. Мен көп ақша жойғым келмейді. На самом деле, енді қазіргі психологтар ақшаны жой, ойбай қымбат, барда қымбат, лифчик труси ал, қымбат жерге барып кофеңді іш дейді. Ол енді үйтіп тышудың қажеті жоқ, енді үйтіп дата көстебіне кетіп қалудың қажеті жоқ. Бірақ просто ең бірінші мен деген нәрсені енді дата көстебіне эгоист болып кетпейсің ғой, бірақ сен ішкі өзіңнің деген өзіңді жақсы көру сезімдерін оята отыра, сен айналаңа күшті нәрсені таратасың, түсініп тұрсың ба? Сен бірінші очередь банағы мен өзім денсаулығым үшін, мен өзімнің банағы арман мақсатым үшін, мен өзімнің банағы тағы несетін бет күтімім үшін, бетімнің әжімсіз болуы үшін деп, егер әрекет етіп бетіңе крем жағатын болсаң, сенің әжімдерің кете бастайды. Сен өзіңді жақсы көре бастайсың, айнаға қарайсың, приятно болады, өзің күле бастайсың. Сол кезде сен ыржиып, іштей бақытты болып жүргенде сенің күйеуің көреді де, сенің күйеуің де бақытты болады. Сенің бақытты болып жүрген балаң да бақытты болады. Сен ана өзіңнің сондай уходыңды көре отырып, прям дейтін басқа нәрсенің бәрін ұмытасың, бана әңгіме өсек бәрі қалады жайына. Сен өзіңе жұмыстанасың. Бүкіл миыңның барлығын өзіңе жұмсайсың, түсінікті ма? Сол кезде сенің семьяңда да береке келе бастайды. В принципе, әйел адам жалпы негізі бала шағасын асырау үшін жаратылмаған негізі. Егер ислам діні бойынша қарайтын болсақ деп, жынды кетіп жатырмын да, күй жоқ кетіп жатырмын ғой. Ё-моё, не айтып кеттім. Короче, негізі на самом деле әйел адам, но сенде егер ниет болса, өзіңе деген табыс табуға, жақсы ниет, мысалы, мен өзімді жақсы көріп тұрып, мен күйеуіме көмектескім келді, мысалы, менде де ниет күшті болды, бірақ мен өзімді ең бірінші очередьке қойдым всегда. И у меня получалось, и менің күйеуімде жол ашылды, күшті жетістіктерге жетті, мысалға деймін да. Сол себептен әйел адам еркектің талисманы. Егер семьяларыңызға береке, бақ, ақша келсін десеңіз, ең бірінші өзіңізді жақсы көріңіз, әйел адам. Мен әйелдерге айтып отырмын, еркектерде бар ғой, в принципе қарайтын. Өзіңізге құйыңыз, өзіңіздің уходыңыз жасаңыз. Малыма жем алам, қойыма бірдеңе алам, балама бірдеңе істеймін. Құттай өзіңе деген, извини меня, әйел адам умный ғой, в принципе. Әйел адам мықты ғой жаратылыс, былай қарағанда. Сен бір бетіңе крем жағатын, кремді өзіңнен аяйтын болсаң, онда білмеймін ол. Түсініп тұрсың ба? Әйел адам әдемі болып жүру керек. Әйел адамнан күшті иіс шығу керек. Әйел адам прям үйге келгенде бақытты болып жүру керек. Егер одан күшті иіс шығып, бетінен әжімі кетіп, өзі даже элементарно бетіңде әжім болып тұрып, уходың бар екенін көрінетін болса, в принципе, сен өзіңе ұнай бастайсың. И сенен всегда семьяңда сондай жақсылық болады да, түсініп тұрсыздар ма? Суть түсіндіре алмай отырмын. Сутін. Главное, ты должна любить себя. В первую очередь сен тұруың керек. Потому что Алла сені жаратты ең бірінші. Саған берді, сені күшті қылып, мықты қылып жаратты. Әдемі қылып жаратты. Түсініп тұрсыздар ма? Сіз барсыз. Егер сіз соны қабылдай білсеңіз, сізде и спокойно сатасыз, сіздің жолыңызда ашылады, сіздің жаңағы келмей жатқан ақша поток деп қазір дейтін жынды курстар бар ғой, денежный поток деймін, соларың ашыла бастайды. На самом деле это шындық нәрсе. Түсініп тұрсыздар ма? Себебі мен өзім өмірімде болған нәрселерді қазір ойлап қарасам,
өзімді ойлап қарасам, на самом деле мен сол техникаларды бұрыннан бері қолданады екенмін да. Қазір соның барлығын адамдар айтып сатып жатыр, на самом деле оның барлығы жұмыс жасайды. Біздер өзімізді салып тастаймыз, бала шаға дейміз, әбіржіп тымыз қалмай. Содан кейін айтамыз, сетеуға келеміз де, мен байығым келеді, миллионер болғым келеді дейсіңдер да. Миллионер болғың келеді. Бірақ өзің әбіржіп, даже бетіңе бір крем ала алмайсың. Ол кремді алмағасын, сен извини меня, қаяқтағы навыч сату саған. Сен өз бетіңе жақып көрмеген нәрсені адамдарға қалай ұялмай айтасың? Мен мысалға айта алмайды екенмін ондай нәрсені. Мен қолымнан келмей, мен адамдарға вот өтірік айтпай ақ қояйын, до такой степени мен сондай адам боларым мүмкін. Мен даже помада ұнамай қалды ма, менен сұраса, мен ол помаданы сатпаймын ешқашан. Түсінікті ма? Мен бетіме безю шығарып жіберді ма бір нәрсе, мен ол продукцияны ұсынбаймын ешқашан. Мен өзім сондаймын. Бірақ жынды сатам. Мысалы кеше каталог ашылды, каталогтың басынан бастап маған уже новейдждар түсіп жатыр. Мен даже сторис статусымды айтып жатқан жоқпын, мүлдем. Вообще мен сторис статусымды айтып жатқан жоқ. Ол не обязательно статус стористің барлығын базар қылып Oriflame затын қою. Түсіндіңіздер ғой? Менің жеке брендім бар. Соның арқылы маған продажа келеді. Осы екі новейджге заказ түсті, мен біреуін өзіме салдым, екіншісін өзімнің лидеріме айттым. Сен сала қойшы, маған керек еді дедім. Өзіме алдым бір новейджді, еще өзім лидеріме салып, еще өзіме новейдж алып жатырмын. 20 қанша мыңға бірдеңеге алып жатырмын. Өзіме сол лидерімнің бана кэшбэгін пайдаланып, өзіме арзанға новейдж алып жатырмын. Ал өзіме мен біреуге саттым новейджді. Еще тағы бір новейдж, екі новейдж түсіп тұр, түсіндірсіздер ма? Продажа бар, ит қырғын заказдар бар. Егер действительно жеке брендпен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сізге сату техникасын анау мынау емес, сіз просто банағы айттым ғой, ең бірінші өзің үшін жасау. Арман мақсаттарын жазу, ең бірінші кімге, неге келдің, қалай келдің, қандай мақсатың болды, соны жазып қой. Егер сата алмай жатсаң, продажа болмай жатса, адамдар саған сенбей жатса, сол кезде мына бірінші бетте аш та оқы. Қандай мақсатпен келдің? Содан кейін бола бастайды. И біздерде қалай, бана өз-өзін до такой степени төменге тапит етіп саған, бала-шаға, бай, бала-шаға, анау мынау дейді де, өзін даже крем ала алмайтын әйелдер бар да өзіне. Но еще сатқысы келеді, еще жетістікке жеткісі келеді. Сен крем ал, новейджді ал, қолдан көр, қандай бетіңе жаққан кезде не істейді, бетіңді шымырлата ма, не істейді, қандай әрекет, қандай әсер беріп жатыр. 15 минут жуғаннан кейін әжімді тартады дейді. Түсіндірсіздер ма? Әжімді тартады дегенде қалай, сен 15 минуттан жаққаннан кейін қара фотоға түсір, салыстыр. Сен уже бренд партнерсың да, сен бұл продукцияның лицосысың, түсіндірсің ба? Сол кезде сен бетіңе жаққан кезде ол саған әсер берді ма? Вот. Сен соны көруің керек, сен көрмей қалай сатасың? Ең бірінші очередь мен сіздерге айтамын, сату техникасында продукцияңды жақсы көруің керек. Продукцияңды жақсы көретін болсаң, саған адамдар спокойно келетін болады. Маған спокойно келеді. Мен өзім жағып жатқан, ішіп жатқан нәрселерімді жақсы көремін. Өзіме алып жатырмын, мен балдарыма алып жатырмын. Значит, менің продукциям жұмыс жасап жатыр. Мен оны жұмыс жасаған адамдарға көрсетіп жатырмын. Мен аузыма тығып, ішіп, сумен запивать еткенімді адамдарға көрсетіп жатырмын. Значит, мен өтірік қайда жоқ бір нәрсені ұсынып жатқан жоқ. Мен өзіме жамандық тілемеймін ғой. Балама бүйтіп қасықтап беріп жатырмын. Значит, адамдар сенеді. Менде уже связь, түсінікті ғой, адамдармен уже күшті связь орнатылды, доверительный связь орнатылды. Значит, ол адам ар жағында көріп отқан адам, Замира баласына беріп жатыр. Баласына бергесін, это нормально. Түсінікті ма? Сондай ой туындайды. Вот. Сіз сондай сияқты әрекеттерге дейін апарыңыздар. Вот, сату техникасында керек нәрсе. Ең бірінші сен продукцияң күшті, мықты жұмыс жасау керек, мықты болу керек, сен сенуің керек, және де сен уверенно болуың керек продукцияға 100%. Прям не 99%. Түсінікті ма? 100% сен продукцияға сенімді болуың керек. Не сатасың, қандай продукт сатасың, разница жоқ, түсіндірсің? Даже элементарно ручканы сен сенімді болуың керек, бұл ручканы дұрыс жазатын. Түсінікті ма? Сол сияқты ғой. Сол кезде сіздің продажыңызда ниет дұрыс болу керек, ниетті дұрыстаймыз. Ниет батам деймін, Алла тағалам осылай сауда жасағым келеді, табыс тапқым келеді, өмірімді өзгерткім келеді, денсаулығымды түзегім келеді, саяхаттағым келеді, балаларыма жақсы болашақ бергім келеді Аллам деп ниеттеніп адам ішінен, енді оның бәрін бақырып айтудың қажеті жоқ, ішінен ниеттеніп отырсаң, Алланың өзі жолыңды ашады, саған клиенттер келе бастайды. Біздерде қалай бәрі тегін көрсетіліп жатыр ғой, жеке бренд қалыптастыр, продукция бар бренд. Просто сен өзің іше отырып, банағы балаларыңа бере отырып, бетіңе жаға отырып, результат көре отырып, сен өзіңді жеке брендке айналдыр. Сол кезде спокойно сатуға болады, жеке брендтің арқылы, түсінікті ма? И сату да қиын емес, в принципе. Сату үшін жаңа айтып отырмын, 100% өзіңнің продукцияңа сенімді боласың, то, что бұл продукция жұмыс жасайтынын білесің, сен ішкеннен кейін мысалға қандай результаттар көріп жатырсың, соны айта отырып, жайлап отырып, еще сен продукцияңа сенімді болсаң, любой жерге барасың ғой,
бір адамдар айтып жатқанда әңгіменің ішіне застревать етпе, бірақ сонда да мен қазір wellness pack ішіп жатырмын, аллаға шүкір. Осы wellness pack'тің арқасында жақсы результаттар бар. Бұл дейтін бат қой, дәрі емес, бірақ әйтеуір өзім жақсы сезінемін. Операциядан кейін қаншама отзывтар бар, өзімді жақсы сезінемін. Почкам ойбай бүйтіп кетіпті, маткамдағы жара кетіпті, анау кетіпті демей, енді дата көздейтіне әсірелемей, действительно болған нәрселерді айту керек. Иммунитетім көтерілді, ферритинім көтерілді, қазір әйтеуір бұрын дейтін жаман құлап басым айналатын еді. Сол себептен сондай жағдайлар болып жатыр. Егер сол кезде уже адамдар не витамин десе, Швеция өзім уже 1 жылдан бері ішемін, балаларыма да беріп отырмын. Жақсы, 2 рет алсаң 3-ші тегін, 3 рет алсаң 4-ші тегін деген сияқты нәрселермен уже сату оңайырақ болады. Пока что сен өзің ішпей, өз продукцияңа сенімді болмай, сен сата алмайсың. Сен өзіңе нақты сенімді болмасаң, сенен ешкім алмайды. Мен, например, андай неуверенный продавецтерден алмаймын, өзім сондаймын. Не істеймін? Түсініп тұрсыздар ма? Продукцияны жақсы көріп, и сол кезде уже обратная связь болады уже адамдардан да. Егер сен уже өзің ішіп, өзің прям қалай айтсам екен, адамдарға көрсететін болсаң, адамдар саған сеніп бастайды. Түсінікті ма? Ең бірінші айтып отқан банағы ұмытпаңыздар, ең бірінші бана келген кездегі өзіңіздің эмоцияңызды. Менің көп жылдан асқазаным ауыратын еді, қазір аллаға шүкір жақсымын. Мен асқазаным ауырады, бірақ мен жақсы емеспін, мен дәрі ішіп жатырмын. Сол сияқты әр организм әртүрлі, көрдіңіздер ма? Мен қазір емделіп жатырмын асқазанымнан. Не ішсем де маған по-любому доктордың көмегі керек болды. Сол себептен организм әртүрлі. Біздің баттарды, витаминдерді дәрі ретінде ұсынбаймыз, дұрысымызбен айтамыз. Біздер эксперттерміз, біздер профессионалмыз. Келген кезде продукциямызды сатқан кезде дәрігер болып кетіп, немесе мен сияқты қуып психолог болудың қажеті жоқ. Действительно сатқасын жерде эксперт ретінде 100% сенімді бол. Мысалы, мен өзім оқимын, не продукция ішіп жатқанымды, не істеп жатқанымды, мен даже элементарно смягчающие средства жақсам, мен ішіндегі заттарын оқимын, заттардың составын полностью оқимын, потому что мен аллергикпін. И любой адам менен сұраса, мен составын айтып бере аламын. Сол сияқты ғой, оқыңыз, қараңыз, бұл жерге келіп алып, миллиондар аламын деп құлақтан теуіп отырсаң, адамдарға ол миллионның қайыры не? Берекелі ақша болмайды ол миллион, сен құлақтан теуіп ананы айтып отырсаң. Сол себептен қайырлы, таза ақша тапқыларыңыз келсе, адамдарға дұрыс ақпарат береміз. Доктор болып кетпейміз. Біреулер вообще гинеколог болып кетеді, біреулер бала туғызып жатады. Ол дұрыс емес. Организмге просто керекті витамин, минералдар жеткілікті түрде барады. Сол кезде сенің организмің дұрыс жұмыс жасай бастайды. Сенің организмің дұрыс жұмыс жасай бастағасын, батты ішіп витамин ішкесін, организм дұрыс жұмыс жасап бастайды. Значит, сенің витаминдер ішкен организм дұрыс жұмыс жасап бастағасын, саған жақсы ответ береді. Ол дұрыс жұмыс жасап бастайды. Сол кезде сенің гормондарың орнына түседі, зобың реттеле бастайды. Сенің яичнигіңде мүмкін кистан кетуі мүмкін. Мүмкін сен клеткаларың жақсы болып, екіқабат боларсың. Барлығы ол сенің организміңнен бір алладан болып жатқан нәрсе. Ни в коем случае не витамин, но витамин саған көмектесті организмді қалыпқа келтіруге. Түсінікті ғой? Солайынан қабылдаймыз. Витамин мен батты дұрысымен айтамыз адамдарға. Құлақтан теуіп жүріп, бүйтіпті сөйтіпті, ол дұрыс емес деп ойлаймын өзім. Сол себептен мақсат пен армандарыңызды ұмытпаңыздар, өз-өздеріңізге сенімді болыңыздар. Адамдарға айтқан кезде сенімді болатын болсаңыз, сізден ол адам алады. Ол адам сеніп алатын болса, ол адамға результат береді. Ал егер сіз сенімсіз, ол адамға пихать етіп, екіқабат боласын, давай іш деп беріп, ол адам сенімсіз, сен өзің неуверенный болып тұрсың, ол адамға ол әсер етпеуі мүмкін. Психологически тұрғыда ол адам қабылдамаса оны, ол адамда мүмкін болмауы да мүмкін. Адам дейтін ішкі ниетпен, мына мимен қабылдамаған нәрсесі ешқашан жақсы результат бермейді. Сол себептен дұрысымызбен, адалынан, тазасынан кәсіпті жасауға ұмтыламыз. Сату қиын емес. Просто қазір жоқ екен, осы витаминді іштім дейді. Менде менің зобым кеткен жоқ. Менің зобым ұлғайып баратыр жерім. Қазір басқа гормондар қосып жатыр маған. Міне, көрдіңіздер ма? Адам дейтін организм әртүрлі болады. Сізге күшті. Значит, сіздің организміңізге бана жетіспей тұрған витамин алады да, орнына барды да, сіздің гормондарыңыз азая бастады, немесе көбейе бастады да, гипотиреоз ба, гипертиреоз ба, қайсы. Сол кезде сіздің организміңіз, гормондарыңыз реттеле бастағасын, сіздің өтіңіз дұрыс жүре бастады. Сіздің өтіңіз жүре бастағасын жерде сіздің банағы организм, асқазандарыңыз дұрыс жұмыс жасай бастайды. Тұрсыздар ма? Печень дұрыстала бастайды, почка дұрыстала бастайды. Сол кезде зоптарыңызда орнына келе бастайды. Түсінікті ма? Сол себептен витаминдерді үзбей ішу керек. Витамин ол керек. Біз тамақтан ала алмайтын нәрселерді осы витаминдерден аламыз. Сол себептен дұрысынан түсінеміз. Сату үшін айтып отырмын ғой, адам ең бірінші өз-өзіне сенімді болу керек, өз-өзін жақсы көру керек. Ниет, мен өзім Алла табыс тапқым келеді.
Аллам, өмірімді өзгерткім келеді. Сондай сияқты нәрселер айта отыра сіз жолыңызды ашасыз. А егер сіз мен бала шағам, мен байыма ақша табам дейтін болсаңыздар, сіз уже екінші планға кетіп қаласыз да, сіздің ақшаңыз қайырсыз болып қалады. Ақша қайырсыз болған кезде ол келеді, жоқ болып кетеді. Азынан келеді, жоқ болып кетеді. Байыңыздың уже сіз функциясын алып қоясыз өзіңізге. Міне, байдың табатын негізі функция байда негізі. Сен алдыңда мен ақша тапқым келеді, бала шағама, байыма бірдеңе дейсің, аласың да оның функциясын өзіңе алып аласың да, күйеуіңнің жолын жабасың. Онымен негізі ол шындық нәрсе. Әйел адам просто дұғада болу керек, жақсы тілек тілеу керек. Ойында отырып алып тілек тілеп отырма, аспан қарап жұлдыз санап. Жоқ, ниетті дұрыстап әрекет етуің керек өзің үшін. Сол кезде сенде бәрі жақсы бола бастайды. Значит, сен ақша тапсаң, семьяң да, бала шағаң да, байың да бақытты болады, түсінікті ма? Так что ең бірінші сату техникасын үйренуім керек. Анау деп уақыт созбаңыздар. Уақыт кетіп жатыр, өмір өтіп жатыр. Қазір мен қарасам, кешегі күн, бүгінгі күн уже қалай тез болып қалып жатыр да? Невозможно, түсініп тұрсыздар ма? Күн тез зырғып жатыр. Даже көзді ашып жұмғанша өтіп кетіп жатыр. Значит, уақыт аз. Бірақ в принципе уақыт енді өзі солай болады ғой. Жалпы айтады ғой, 30-дан кейін тез зымырайды деп. Сол сияқты. Так что солай. Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздар, мен сұрақтарыңызға жауап берейін. Сату техникасын прям білу үшін диссертация қорғаудың қажеті жоқ. Просто өзіңе сенімді болу керек. Табыс табуға дұрыс ниет болу керек. Сосын продукцияңа 100% сенімді. Продукцияң жұмыс жасау керек. Егер жұмыс жасамайтын болса, қашу керек. Түсінікті ма? Мысалға көп жерлер бар ғой, кеше дейтін видеолар келіп жатыр. Ананың видеосы, мына компанияның, анаусы, мынаусы деп жатыр ғой. 100% жұмыс жасайтын продукцияны аласың да просто предлагаешь людям. Өзің ішесің, қолданасың, бетіңе жағасың, результат берді ма? Сен навай жақтың бетін құтырып кетті. Значит, пюрискрин қолдан. Пюрискрин қолданың, ол саған бармады. Оптимас қолдан. Оптимас саған барды ма, адамдарға оптимас ұсын. Түсінікті ма? Уже сен навайжды, уже сен пробникпен ұсынуың керек болады уже. Көріп тұрсың ба? Пробникпен ұсынасың адамдарға. Адамдар жаққа қарайды, уже күшті результат көрді ма 15 минуттан кейін, значит, уже наборын сатасың. Сол кезде саудаң қайырлы болады. Сол кезде сенде уже, егер сол адамға сенің навайжың ұнап жатса, ол тұрақты сенің потребителіңе айналады. Немесе ол адам сіздің атыңызға салғанның өзінде, ол адам сіздің алдағы, болашақтағы депозиттеріңіз. Сізде қандай зоп болды? Неге қыздар? Емдеп жіберейін дедіңдер ма? Қыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздар. Заказды өз ақшаға берші, зарплатадан бөліп беремін десе, өзім үйде отырсам. Енді оның да техникасы көп қой, мысалға. Сосын берем, қарызға бермеңіздер вообще. Қарызға ол сізді вообще стресске батырады, керек емес нәрсе қарыз беріп. 4 күні, 30 күні, 1 күні ақша түсетіндерге жақындаймыз. Сол кездерде затыңызды апарып сатасыздар. Сол кезде ақшасын алып аласыздар. Қарызға сатпаңыздар, адамдарыңызды үйретіңіздер, сразу ақшаға сатып алатын. Алмай ма, ничего страшного, басқа адам алатын болады міндетті түрде. Тағандай сұрақтарыңыз бар? Қыздар, мен доғдыр емеспін. Зоп туралы сұрақтар қойып кеттіңіздер ғой, мен доғдыр емеспін, ренжімеңіздер. Маған продукция жөнінде сұрақ қойсаңыз, сұрақтарыңызға жауап бере аламын, бірақ мен медицинский образованием жоқ, никаким образом. Мен просто экспертпін, адамдарға айтамын. Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздар. Сұрақ жоқ па, қыздар? Сұрақ жоқ па? Бүгін кешкірдім, бірақ соның өзінде де, кешкірсем де. Гормонға, кистаға дейді. Ол не алдайын сөз? Кеш жарық. Гормонға, кистама, вы чё, қыздар? Бұл дейтін бат қо, бат, витамин. Сол себептен ол дәрі емес ол дейтін. Ондай сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын, ренжімеңіз. Мен бат ретінде ішем өзім. Өзіме организмге көмек ретінде ішем. Дәрі ретінде ішпеймін ешқашан. Рахмет қыздар, үлкен рахмет. Тағандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ бар ма? Сату техникасы жөнінде сұрақтарыңыз бар ма? Сіздерге рахмет. Пайдам тисе өте қуаныштымын.
просто ұялмау керек. Ұялу деген нәрселердің барлығы артқа тартатын нәрселер. Ұялып өмірдің өтіп жатқанын түсініңіздер. Мен коктейль ішіп жатырмын, уже екіншісі тауыссам результат жоқ әлі. Қаншауын ішуім керек азу үшін? Жаным азу үшін ең бірінші нанды қоюым керек, тәттіні қоюым керек, физический нагрузка салуым керек. Сен коктейльді ішіп қойып арықтамауың да мүмкін мен сияқты. Арықтаған кесе таңертең завтрак кешесің коктейльді сумен, кеш кешесің коктейльді сумен, обедте полноценный тамақ жейсің, перекус жейсің, перекусқа кішкене аз-аздан тамақтарыңды азайтасың, су көп мөлшерде ішесің, сосын физический нагрузка саласың. 21 күн өзіңді солай қамшылап тұрып, күнделікті ужин ішпейміз. Содан кейін 21 күннен кейін результат көрсете бастайды. Үлкен рахмет, сұрақ жоқ дейді. Біз тек витамин ретінде ішемін. Мықтысыз Марал ханым. Клиентім памперспен жатқан тәтесі 12 пекті ішіп, велнеспектің таяққа сүйеніп жүретін жағдайға жетті 10 күнде. Ажархан ханым, ем болсын, организміне күшті көмек берген, значит, организм өзі дұрыс ответ беріп жатыр. Ішу керек нал дейді. Тоқта. Қай витаминді қашан қалай ішу сұрақтарға жауап алғым келеді дейді. Велнеспекті таңертең завтрактан кейін ішіңіз. Полностью 4-өн ішіп жіберіңіз. Тағайсын. Бар дәрігер дейді. Ал дейді бар дәрігер. Коктейль сумен ішуге, питательный коктейль сумен ішуге болады. Әрине болады. Сүтте 3-2-мен ішсеңіз семіресіз, жақсы результат көресіз. Былайынан сүтпен де ішуге болады. Замира ханым компанияда доғырға неше процент болғанда отыру керек дейді. Сіздер доғырға не мақсатпен отырайын деп отырсыздар? Доғыр дегенде айлықтарыңыз түсіп жатыр ма? Маркетинг доғырға отыра беріңіздер, разница жоқ. Отрывтан ақша түсіп тұрса, любой уақыт отырыңыздар, күнделік 20%-теріңізді банағы пенсион подоходныйға лақтырып отырады, қалғанын сіздің счетыңызға лақтырады. Үлкен рахмет. Күнделікті көп мөлшерде сумен дейді. Коктейль сүтпен іше ма? Салмақ түсіретін коктейлді сүтпен іше ма дейді. Сүтпен де ішіп жатқандары бар. Мен бірақ сумен іштім. Сумен ішіп 8 килограмм арықтадым. Айранмен ішіп жатырмын, толысып келеді. Мен коктейлді айранмен ішетін болсаңыздар, сүтте 3-2-мен ішсеңіздер семіресіздер. Менің енем семірді. Прям вес жинады. Но денсаулығы да жақсы болды. 5 минут уақытымыз бар. Қазір дейтін онлайн деген керім ғой. Керемет қой, онлайн деген керемет қой. Біздер бақыттымыз ғой. Онлайн заманда өмір сүріп жатырмыз. Бәрі дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Үйімізден шықпай, очередьте тұрмай, үйімізде жатып алып, қазір прописки отырғызып, пропискіден шығару, даже очередь алмай тұрасың. Мысалға деймін да, онлайн арқылы аяғыңды аспанға көтеріп, телефонның арқасында ақша жасауға болады. Айлыққа қалай іліксек болады? Сіздің әрекетіңіз қандай, соған байланысты болады. Айлыққа ілігу. Мен 29 күнде директор ашқан адаммын. 113 мың теңге айлық жасадым өзім. Өз күшіммен кәдімгі прям әрекеттің арқасында. Үлкен рахмет Марал ханым. Мен де жыным кетіп өтірік айтып, құлақтан теуіп отыратын адамдарды жақтыртпаймын. Бәріміз жетістікке жетейік, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, барлықтарыңызға пайдам тиді деген ойдамын. Адам дейтін, каждый адам бақытты болуға, каждый адам күшті өмір сүруге лайықты, түсініп тұрсыздар ма? Но барлық адам бай болып кетіп, андай блогерларға еліктеп кетіп, андай стресске батып жүрмеңіздер. Просто ниетті дұрыстаймыз. Миллиондарға еліктеп кетіп, миллион таба, миллион деп отырып, 3 айда миллион болмайтын болса, адамдар сынып кетіп, тыстап кетіп жатады. Сол себептен ең бірінші арман мақсат дұрыстап қоямыз. Краткосрочный, долгосрочный цели дейді, солардың барлығын дұрысымызбен настройка жасаймыз, мимен жұмыс жасаймыз. Адамдарға ақпарат берген кезде де ниетті түзеп, дұрыс ақпарат беріп, айтып отырмын, өзің іштің ба, айт. Ішпедің ба, сен не айтасың деймін да. Сол себептен сату техникасын білу үшін сен продукцияға сенімді болуың керек. Продукцияға сенімді болу керек үшін сен өзің ішіп, балалар шағаңа, байыңа, анау біреуіңе беріп, содан кейін содан результат көруің керек. Результат көргесін сен спокойно адамдарға айта аласың. Уже әңгіме болады. Екеуіңіздің араңызда диалог құруға уже тема болады. Түсінікті ғой? Менде эфир өте көп, YouTube каналымда қарасаңыз болады. Сол себептен барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мен кеттім. Тағы да сабақтарым бар өтетін. Сіздерге сәттілік тілеймін барлықтарыңызға.